Шырғалаң. Хикаят. Автор Айзат Рақыш. Бірінші бөлім. Алматының шет жағы болған соң ба, бұл маңда ығы-жығы жүргіншілер жоқ екен. Қас қылғанда бағдаршамның жалғыз өтуме тура келіп тұр. Оның қай көзі жанып, қай көзі өшкенін анық көре алмай, көзімді ашып жұмып сәл тұрдым. Кенет бір ит келіп, көшенің шетіне құйрығын бастым. Кәдімгі адамға ұқсап, қарсы беттегі бағдаршамды бағдарлап отыр. Ол орнынан көтерілгенде, мен де итке сеніп, көшені кесіп өтуге ыңғайландым. Итекең иттік жасамапты. Ол бөкектеп желе жөнелгенде, көлік біткен тоқтады. Демек, қауіпсіздігімнің кепілі жасыл көздің жанғаны ғой. Көшенің келесі қапталына өттім де, көзіммен әлгі итті іздедім. Ол желе жортып ұзап бара жатыр екен. Көзі өткір итке қызығып кеттім. Бүркіттің көзі бірнеше шақырым жердегі ноқатты айнытпай көреді екен. Ондай қыран жанары бұйырмай-ақ қойсын. Тым болмаса, мына қаңғыған иттің көзіндей алыстан аңдай алатын жанарым болсашы. Өз-өзімнен ұнжырған түсіп, үйге келдім. Үй деген аты ғана, құрқылтайдың ұясындай құжыра. Тынысы тар бір бөлме. Бөлмелес серігім Сәуле айналында күйгеректеніп жүр. Иығына ілген лыпаларының бірі де ұнар емес. Сәуле, қайда жиналдың дедім көңілсіз үнмен. Өмірдің қызығын көруге әрине. Мана қапырық бөлмеде жастық шағымды өткізгім келмейді деп, ол бет-аузын сылай бастады. Көңіліңнің төрінен орын алар серіңді жоқтырдың ба? Сәуленің жасанған қылықтарына қарап отырып, оның ұсақ түйекке бола сонша күйіп піскеніне күлкім келді. Серім ме, пері ме білмеймін. Әйтеуір кеш қасқа шақырды ғой. Не де болса барайын. Сен ертіп алайын десем, ондай думан жерден атпайсың. Миым шайқал деп бедің? Мен ертіп алуға арлансаң, өзіңе тең құрбы табылар, Сәуле. Көтеріле бастаған көңіл құсымның қанаты қайта қырқылғандай болды. Туфлиінің темір өкшесімен жүрегіме қорлық қазық қағып бара жатқандай ол кетті. Қалың ойлардың шырмауында мен қалдым. Өзім еске алуға жүрексінетін сол қорқынышты күн көз алдыма көлбеңдей қалды. Қарашаның кешеді. Әдеттегідей жұмыстан шыққанмын. Оқушыларыма көшені кесіп өтерде өтте абай болуды тапсырдым да, үйіме апаратын жолға түстім. Зымырандай жеткеген көктердің саябырсуын күтіп, шеттей аял қылдым. Көшенің бұл тұсында жаяу жүргінші жолағы жоқ. Ол антұрған жолақ көшенің тек жарты шақырымдай жүріп, зорға жетер тұсында ғана орнатылған. Сондықтан да нар тәуекел деп өтуге қамдандым. Бағыма қарай сол қапталдан келген жеңіл көлік жылдамдығын азайтып, өтуіме мүмкіндік берді. Асығып оң жағыма жалтақтадым. Жұлдыздай ағып келе жатқан мәшинені анық байқадым. Өтер-өтпесімді білмей, екі ойлы болып қанша тұрғаным белгісіз, әлгі аққан жұлдыз маған жете бере, жылдамдығын сәл тежегендей болды. Осы сәтте тездете басып, соңғы қадамды аттай беріп едім, тажал күркіреп келіп, қағып өттім. Менің соңғы сезгенім, өзімнің жерден жойқын екпінмен көтерілгенім. Одан ары мен үшін беймәлім бір әлем басталып кеттім. Қайта жерге қонбадым. Аппақ нұрға толы, шексіз, шетсіз әлемде бір маужыраған күй жанымды ұйытып барады. Тірлікте ұйықтап жатып та әлденеге алаңдайтын пенде басым, мына сұлу әлемнің жанымды маужыратқан тыныштығына сіңіп бара жатқандаймын. Тәнімнен ажырап қалғандаймын, бірақ оны қажетсінген де жоқпын. Тіршілікте әлденеге таласып, тармасып жүріп, ешқашан дәл мынадай мамыражай сәтті сезінбеген жазған басым аппақ кеңістікте қанатсыз ақ ұшып бара жаттым. Мен есімді ауруханада жидым. Дәрігердің айтқандары мені қиялымда да ұшпастай етіп, құлдилатып жіберді. Аяғыңыз күл болып сынған. Сүйектің орнына темір салдық деді ол жайбарақат дауыспен. Сынған аяғым жүруге жарар ма екен деп көзімді жыпылықтата беріп едім. Ауыр соққыдан көз тамырларыңыз қысылған, миыңыздың сыртқы қабаты езілген деді. Мына сөзден соң құлағым тұнып кетті. Құлағыңыздың дабыл жарғағы жарылған. Шипагерімнен жаныма сүйеніш болар, сүйінші хабар ести алмай тістене бердім. Оң жақ азу тісіңіз қатты соққыдан сорайып кеткен. Барлық тісіңіз сәл қисайған. Ұзақ уақыт емделуіңізге тура келеді деді де жылыстап кетіп қалды. Менің өмір үшін күресім сол күннен басталған еді. Ауылдан анам келіп, аурумен дара айқасымды жеңілдеткендей болдым.
Ауыртпалық әкелген ауыр күннің елесіне елегізігіп отырғанымда қалта телефоным без еттім. Шұқшиып едім, әріптесім Ләззат екен. Айым, деді ол алқынып, жеңгем қуып жатыр, ағамда үн жоқ, шіріген орам жапыраққа тойып алған салпан құлақтай жер шұқып отыр. Бір-екі күнге де мұрсат бермеді ме? Ақ көңіл құрбыма жаным аши қалды. Көмектесерге қайран жоқ. Жеңгем жау екен, тура қазір кет деп долданып жатыр. Бұншақ түйіншектерімді қолтықтап саған барсам деп отырмын. Сосын жетім бұрыш жағалап көрермін. Менің жауабымды да күтпеген Ләззат алғысын айта жөнелді. Ләззатқа құшақ жаярға қауқар жоқ, кел демеске лаж да жоқ. Әйткенмен көңілімде уайым бар. Үй иесі қожайын әйелдің қабағы түйесе, ебін тауып жадыратармын. Сәуле Ләззатты суқаным сүймейді деп шатақ шығарса не істемекпін? Шіркін, өз үйім болса ғой. Алматының төрінде болмаса да, бір алыс шетінде, құстың ұясындай ғана төрт қабырға бұйырсашы. Онда ағасынан пана таппай, жеңгесінен жәбір көрген Ләззаттай әріптестерімді тегін ақ тұрғызып алар едім-ау. Көңіл дарқан, қол шолақ. Қақпа сыртынан Ләззаттың даусын естіп атып шықтым. Ол амандық саулық сұрауға үлгертпей, жау жеңгесінің хикаясын баяндай жөнелді. Білесің бе, қойныңдағы қатын дұшпан деп қазақ атам біліп айтқан екен. Есептер әлемінің естаруы. Мына мақалың кімге қатысты? Сөйлей жүріп, оның бір сөмкесін көтеріп едім, ішіне тас толтырып алғандай зіл батпан екен. Жеңгеме қатысты айтқаным ғой. Андағы ауыр сөмкені маған бер. Өзің көзің ауырып жүргенде ауыр көтеруге болмас. Бүгін бәрі менің көзімнің кінәратын басты тақырыпқа айналдырыпты. Менің қамымды жейтіндер көбейген-ау шамасы. Менің салқын шыққан даусыма Ләззат жік жапар бола қалды. Жоқ, ғаламтордан оқығаным бар еді. Көзінен нұқсан келген науқастарға ауыр зат көтеруге болмайды, зиян деп жазылған болатын. Көңіліңді алмашы. Бүгін бір итке қызықтым, Ләззат. Қойшы, ит өмірді онсыз да сүріп жүрміз ғой, көрінгеннің босағасында телміріп, деді ол, буыншақтарын өзі арқалап бөлмеге кіріп келе жатып. Қызыққаным, ол Бағдаршамның көздері қалай құбылып тұрғанын анық көріп отырды. Ал мен оның соңынан еруге ғана жарадым. Жә, мұңайма, Алла сүйген құлын сынайды. Онда жаратушымыз мені шектен тыс жақсы көретін болды ғой, деп мырс еттім де шай қамдауға кірістім. Есік жаққа жалтаңдаумен жүрмін. Дудармас қожайын келсе, әптер-тәптерімізді шығарар анық. Ішкі қорқынышымды екеуара әңгімемен сейіткім келді. Ләззат, сенің балалық дәуреніңнің қалай дөңгелеп өткенін білмеймін, ал мен кішкентай күнімнен мұғалім болуды армандайтынмын. Тіпті бала кезімдегі сүйікті ойыным мұғалім оқушы болатын. Онда да мен үнемі мұғалім болып қатайып тұратынмын. Көршілердің балалары оқушы ретінде ғана көрінетін. Балаң арманың алдамаған екен ғой. Енді міне мұғалімсің. Мұғалім болғаныма бір жыл толмай жатып, көпірген көп қағазым көлеңкесінде қалдым. Қу қағаз, мені шығармашылықпен айналысуды жан сүйетін жас ұстазды қашан жайыма қалдырасың? Әндете айтқан бұл сөзіме құрбым күле қарады. Сен қағазды жайына қалдырмасаң, ол ешқашан сені тыныш қоймас. Бірақ сен осы саны көп, мәні жоқ қағазды адыра қалдырсаң, топас мұғалім атанасың. Өзіме қарағанда бір ит жедені бұрынырақ тоздырған әріптесімнің бұл сөзіне кәдімгідей тіксініп қалдым. Сен 3 жыл емес, 100 жыл ұстаздық еткендей несіне еліріп кеттің? Еңбексіз тапқан мал дәулет болмас деген. Еңбек ету керек, сонда топас деп сен ешкім түртпектемейтін болады. Бұл сөзіме көнер Ләззат көрінбеді. Сен студенттік арманнан арыла алмаған сабаздың өзісің, ау? Оқушылардың алдында биязы жымиып, ұлағат сөзін айтамын деп әсте ойлама. Оған сенің уақыттың болмайды. 3 жылдың ішінде менің соған анық көзім жеткен. Мына түкте тұрғысыз қағаздарды толтырып қойсаң, ұлағат ұстаз атанып, тасың өрге домалай бересің. Құрбымның бұл сөзіне намысым келді. 4 тағандап жерге жабысқан үстелді жұдырықпен қойып қалдым. Білім сапасы ше? Оны қайда айдалаға тастаймыз? Білім сапасын талақ еткен биліктің өзі, ал мұғалімнің қолынан келері тек пәрменді орындау ғана, деп бір сөмкесінен оқушылардың дәптерлерін алып шықтым. Жаным сүймейтін әлдебір есептерді көрсетіп, сөзін дәлелдемек болар деп зәре-құтым қашып кеттім. Сосын жау жеңгесіне жеңіліп, қаша ұрыс салған құрбымды алдарқатпақ ниетте сөз бастадым.
Сенің сөздерің тыңдасам, ақыр заман келіп қалғандай көрінеді. Қараспанды төндіре бермей, шайыңды іш. Ақыр заманның баласы аласа туады, әке шешесімен жағаласады туады дегенде естуің бар ма? Өзі математик бола тұра, қазақ сөз саптауға шебер Ләззатқа сүйсіне қарадым. Ол ақыр заман философиясының деректерін алдыма жайып салды. Онда сен естігеніңді оқушылардың шынайы ортасына кіргенде көзімен көресің. Олай деме, деп дауласып бақтым. Бір жылға жетер-жетпес тәжірибем болса да. Бала деген болашақ, бала біздің кемел келешегіміздің кепілі. Сондықтан оны Ыбырай Алтынсаринның жеміс ағаштары әңгімесінде айтылғандай түзу бұтақ етіп тәрбиелеуіміз керек. Қазіргі оқушыларда мұғалімнің екі аяғын бір етікке тығып жіберетін, ағаш атқа мінгізе салатындай құқығы бар. Ал мұғалімнің құқығы бәріне иіліп тұру. Ләззат аға жеңгесіне ғана емес, күллі әлемге ренжулі тәрізді. Ләззат, мен саған Мұқағали ақынның бір өлеңін оқып берейін. Мүмкін жеңіс пен жеңілістен тұратын мына өмірге деген өкпен алаң жойылар. Үстелдің астында қатталған кітапты алып, көзіме жақын ұстап оқи бастадым. Шыда, шыдай түс, шыда тағы. Шыдамдыны мұны өмір ұнатады. Неге сонша жақын ұстайсың? Көзіңмен ойлағаннан да нашар көреме? Ол өлең емес, кітапты бетіме жаба жаздап оқыған менің кейпімнен өмірге құлшынысы қайтып оралғандай. Оның аузынан шыққан өзім үшін ең сұрқия сөз маған қарғыс үніндей болып жаңғырығып жеттім. Жан арпалысымды ішіме бүгіп қалдым. Көзім көреді. Тіпті басқалардың көрмегенін мен көремін. Өзгелердің жанарына жетпеген шындықты мен көремін. Басқалар байыбына бара алмаған бақытты мен бағалаймын. Сондықтан да өмірді өзгеше көзбен көре аламын. Көргенімді шындықпен өре аламын. Тек көзімнің алыстан көру қабілеті нашар. Осы кемістігімді нашарлар бетіме басар. Сен сияқты алыстан арбай алмасам да, жақыннан аңдай аламын. Темір тажал жолымды кескелі бері, ішкі күйігімді сырт көзден жасыруға үйренгенмін. Өмір өзі сыр сақтауға үйретті. Ләззаттың бір ауыз сөзі көңілімдегі сыйластық жібін дірілдетсе де, шай құйып отырған қолым еш дірілдемеді. Айым деген қожайынның даусы естілді есіктің сыртынан. Міне, нағыз дірілдейтін шақ туды. Буынымды әрең билеп алдынан шықтым. Оның сұрланған жүзін көріп, тіл ауыздан қалдым. Иіліп, бүгіліп тағзым етуге таядым. Бөтен қыз келіпті ғой, кім рұқсат етті? Деді ол тіптен қатуланып. Кім дейсіз бе? Бөтен біреуді менің үйіме кіргізуге қалай дәтің жетті? Негізі дәтім жетпеген еді, бірақ апай, мен бүгінге ғана қонатын жер іздеп келдім. Аға жеңгем. Үйден имене шыққан Ләззаттың сөзін қожайын аяқтатпады. Туыстарыңа сыймағанда құрбыларыңа сыямын деп келдің бе? Ха. Сыйғанда қандай апай? Тек сіздің патша көңіліңіз сыйдырса болғаны деп табан астында маған тіл бітті. Дуадақтай аяғын дік-тік басатын қожайын өзім патша сезініп кең пейілділік таныта қалды. Жарайды, тек пәтер ақысын көтеремін. Сұрша елдің аузынан жұмақ жыр естігендей алғысымызды жаудырып үйге кірдік. Ләззат осында тұратынына кәдімгідей қуанып отыр. Ендігі қауіп Сәуледе. Бірақ ол қауіптен де аман есен құтылдық. Сәулеге пері жігіті азаматтық некеде тұруға ұсыныс жасапты. Сәуле жазған келсе кетіпті. Енді құжыра тек Ләззат екеуміздің елігімізде қалды. Көңілді күптеткен бір жайт, қожайын бөлмедегі жалдаушы саны өзгермесе де, жалдау ақысын қымбаттатқан қалпынан танбады. Амалсыз жалаңаш 4 қабырғаны қымбат бағаға жалдап тұра бастадық. Барар жер, басар тауымыз жоқ. Қайда барсақ та қорқыттың көрі. Сәуле заттарын шиыстырып, азаматтық неке деген арсыздың ісін бастауға қамданғанда, қызын ұзатқан анадай көңілім жұбанбай әлденеге құлази берді.